Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін тақырып әлемдегі мұрағаттары мол кітапханалар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Суреттерге мұқият қара, өз ойыңмен бөліс. Суреттерде өте әдемі, үлкен кітапханалар бейнеленген. Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір. Бүгінгі сабақтың тақырыбы себеп салдар істеуі. Қимыл, амалдың себебін не салдарын білдіретін істеудің түрі себеп салдар істеуі деп аталады. Себеп салдар істеуі қалай, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Оларға мынадай істеулер жатады: босқа, бекерге, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан. Бұлардан басқа көсемшелердің қайталануы арқылы жасалатын сөйлей-сөйлей, көре-көре, оқи-оқи, тағы да басқа туынды істеулер де көбінесе осы топқа жатады. Үшінші тапсырма: сөйлемдердегі себеп салдар істеулерін көшіріп жаз. Себеп салдар істеулері: амалсыздан, босқа, лажсыздан, бекерге, босқа, көре-көре, сөйлей-сөйлей. Төртінші тапсырма: мәтінді оқы. Балалар, мәтінді өз беттеріңше оқып бітіріңдер. Ал енді төртінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап берейік. Америка, Ұлыбритания елдерінде сақталған кітапханалардың басты ерекшеліктері неде? Ресей кітапханалары қандай мақсатта тұрғызылған? Кітапхана мұрағаттарының көп немесе аз болуы немен байланысты деп ойлайсың? Бірге осы сұрақтың жауабын анықтап көрейік. Төртінші тапсырма бірінші сұрақтың жауабы. Америка, Ұлыбритания елдерінде сақталған кітапханалардың басты ерекшеліктері: олар көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен кітапханалар және әлемнің ең танымал тілдеріндегі 150 миллионнан астам құнды ақпарат, кітап, газет сол кітапханаларда жинақталған. Төртінші тапсырма екінші сұрақ. Ресей кітапханаларының тұрғызылуының басты мақсаты еуропалық білімге құштар барлық сауатты адамдарды кітаптармен қамтамасыз ету болды. Үшінші сұрақтың жауабы. Кітапхана мұрағаттарының көп немесе аз болуы кітаптардың көптігіне және кітапханаға келетін адамдардың санына байланысты. Бесінші тапсырма. Оқылым мәтініндегі кітапханаларға қатысты ақпараттарды дұрыс сәйкестендіріп белгіле. Конгресс кітапханасы. 1714 жыл. ақш. Вашингтон қаласы. 4,8 миллион карта, 61 миллион қолжазба, 32 миллион кітап, 1 миллион құжаттар жинағы. Британдық кітапхана. Лондон, 150 миллионнан астам ақпарат, екінші орында тұрған кітапхана, 25 миллион сирек қолжазба. Ресей ғылым академиясының кітапханасы. 1714 жыл. Көп тілді және әмбебап. Екінші Катерина, бірінші Петр. Жетінші тапсырма. Өткен сабақтарды есіңе түсір. Тыңдалым, оқылым мәтіндегі мәліметтерді қолдана отырып, кітапханалардың адамдар үшін маңызы қандай тақырыбында мәтін жаз. Істеу түрлерін қолдан. Төмендегі жоспарды негізге ал. Кіріспе бөлім. Кітап білім бұлағы. Негізгі бөлім. Кітаптардың қоймасы кітапхана. Қорытынды бөлім. Кітапханалар кітап сүйер қауымның мекені. Кітапханалардың адам үшін маңызы қандай? Кітап білім бұлағы. Кітап оқу арқылы адам рухани жетіледі, білім алады, жаңа көзқарастар қалыптастырады. Кез келген адамның дамуында кітап оқу өте үлкен рөл ойнайды. Кітап оқу ауызша, жазбаша сөйлеу мәдениетін жоғарылатып, жаңа білімге үйретеді. Кітап оқыған адам өте білімді, сауатты адам болады. Асыл кітаптардың қасиетті қоймасы ол кітапхана. Кітапханада ғана адамдар өз-өздерін дамытып, жаңа білімді үйрене алады. Кітапхана тұнып тұрған білім және ғылымның орталығы болып табылады. Кітапханада нағыз кітап сүйер қауым жан тыныштығын тауып ерекше күйге бөленеді. Сегізінші тапсырма. Мәтіннен істеу сөздерді анықтап жаз. Сегізінші тапсырма. Істеу сөздер: әжептәуір, мөлшер істеуі, бүгінде, мезгіл істеуі, ауызша, сын қимыл істеуі, жазбаша, сын қимыл істеуі. Тоғызыншы тапсырма. Төмендегі қанатты сөздерді оқы, өзіңе ұнағанын талда, пікіріңмен бөліс. Тоғызыншы тапсырма. Маған кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Науаидың қанатты сөзі ұнады. Себебі кітапты оқып, оның ішіндегі басты қазына білімді алғаның үшін кітап сенен ешқандай ақы талап етпейді. Менің ойымша, бұл өте жақсы айтылған сөз. Осымен сабақ аяқталды, балалар. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Келесі сабақта кездескенше маған тіркеліп кетуді естен шығармаңдар.